Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Абдикаримова Жадыра. Сіздерге көзіс жүйесінде онлайн викторинаны қалай құрастыру керек, соны көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен Google'дың іздеу бөліміне quizzes.com деп жазып алуымыз керек. Сол кезде бізде тіркеу бөлімі ашылады. Соған біз электронды мекен-жайымызды және атымызды енгізіп тіркелеміз. Тіркелген осы электронды мекен-жайға көзіс жүйесінен хат келетін болады. Сондағы көк түсті батырманы басуымыз керек. Мына әріптестер, біз тіркеліп кірдік көзіс жүйесіне. Енді бұнда викторинаны қалай құрастырамыз? Ол үшін жұмыс үстелінің сол жақ бөлімінде создайте командасын таңдаймыз. Викторина деген бөлімге өтеміз. Бұл жерде екі жолды міндетті түрде толтыруымыз керек. Ең алдымен тест атауы, соған қажетті тақырып. Тест атауын, мысалы, ақпараттық процесстер деп қояйын. Оған қажетті тақырыбымыз информатикаға байланысты болғандықтан компьютер деп таңдаймын. Сосын астыңғы сол оң жақ бөлімдегі следующий деген батырманы басамын. Міне бізде редактор викторина деген терезе ашылды. Бұл жерде өзімізге қалай ыңғайлы викторина түрін таңдаймыз. Өзімізге қайсысы ыңғайлы, соны таңдаймыз. Мысалы, мен флажок түріндегі викторинаны алғым келсе, флажок түрін басамын. Бізде тест енгізу терезесі ашылды. Бұл жерге сұрақты және нұсқаларын енгіземін. Бұл жерде 4 нұсқа, немесе одан аз, көп, өзіңізге қалай ыңғайлы солай енгізсеңіздер болады. Бірінші сұрақ. Мысалы, ақпарат дегеніміз не деп қояйын? Бұл жерде менің сұрағым 3 нұсқада болатын болсын. Біреуін өшіремін. Нұсқаларын енгізе бастаймын. Бірінші нұсқаға робототехника деп қояйын. Екінші нұсқа қоршаған орта туралы мәлімет болсын. Үшінші нұсқа сезім мүшесі. Енді назар аударсаңыздар, құрметті әріптестер, біз тестіміздің сұрағын және нұсқаларын енгізіп болғаннан кейін міндетті түрде дұрыс жауапты белгілеп кетуіміз керек. Бұл жерде менің дұрыс жауабым қоршаған ақпарат, бұл қоршаған орта туралы мәлімет. Назар аударсаңыздар, міне сол жақ бөлімдегі белгіге басамыз. 2 рет басқан кезде бұл көк түске енеді. Яғни бұл дұрыс жауап дегенді білдіреді. Сұрағымызды, нұсқаларымызды енгізіп болғаннан кейін уақыт қоямыз. Бұл викторинада мысалы 10 сұрақ қойсақ, 10 сұрақ немесе 15 сұрақ қоятын болсақ, әр сұрақтың уақытысы бірдей болу керек. Мысалы, мен 30 секунд деп таңдаймын. Бұл жерде тестімізді енгіздік, нұсқаларымызды енгіздік, уақытымызды қойдық. Енді мен бұл сұрағымды сақтаймын. Сақтау үшін жұмыс үстелінің оң жақ бөлімдегі спасти деген батырманы басуымыз керек. Міне, біздің сұрағымыз енгізілді. Енді тура осы тәсілмен біз 10 сұрақ болса 10 сұрақ, 15 сұрақ болса 15 сұрақ, кез келген сұрақтарды осылай құрастыра аламыз. Барлық сұрақтарымызды енгізіп болғаннан кейін жұмыс үстелінің оң жақ жоғары бөліміндегі публиковать деген
батырманы басуымыз керек. Бұл жерде назар аударсаңыздар, өзіңізге қажетті тақырыпқа байланысты суреттерді жүктеуге болады. Екінші жолға назар аударыңыздар, құрметті әріптестер. Бұл жерде біз өзімізге қажетті тілді таңдауымыз керек. Бұл әркімнің өз пәніне байланысты. Мысалы, ағылшын тілі мұғалімдері ағылшын тілін, орыс тілі мұғалімдерінің орыс тілін деген сияқты таңдай береді. Маған қазір қазақ тілі керек. Қазақ деген таңдап аламын. Бұл жерде бағаны белгілеп қоюымыз керек. Баға мысалы қанша болады? 5-те 5 дейік. Осы жолдардың бәрін толтырып болғаннан кейін оң жақ бөлімдегі сохранить деген батырманы басуымыз керек. Міне, құрметті әріптестер, бізде ақпараттық процесстер деп аталатын тақырыппен тест жүйеміз дайын болды. Енді оны сабақ барысында қалай қолданамыз? Мен сабақ барысында өзім қолданып жүрген бейне роликті көрсетсем, сол арқылы тамашалап алыңыздар. Құрметті әріптестер, оқушыларға көз жүйесін қосқан кезде осындай сілтеме шығады. Осы сілтемені міндетті түрде көшіріп алуымыз керек. Сосын оқушылардың чатына жіберуіміз керек. Яғни оқушылар сол сілтемеге мына ойынның аты мен астындағы сандарды енгізу арқылы кіре алады. Бұл жерде назар аударсаңыздар, оқушылар, сілтемені WhatsApp группамызға жіберіп қойдық. Соған мына ойынның аты мен астындағы сандарды енгізіп кіріңіздер. Құрметті әріптестер, назарларыңызды мынаған аударсаңыздар. Бұл жерде мүлдем қатысушы 0 болып тұрса, сіз ойынды бастай алмайсыз. Оқушылар қанша болды, соған назар аударып қарап отыруларыңыз керек. Оқушылардың бәрі ойынға кіргеннен кейін сіз начните деген батырманы басасыз. Ендеше бастаймыз, дайын болсақ. Әріптестер, назарларыңызды аударатын болсақ, бұл жерде әр сұраққа 30 секунд дедік қой. Сол сұрақ уақытқа байланысты болғандықтан бұл викторинамыз. Кім жылдам жауап беріп отырады, сол оқушы әрқашан алдыға шығып отырады. Яғни бұл жерде ауысып отырады оқушылардың жауап беру процестері.